Сәлем достар, Incruise компаниясынан не үшін бас тарттым? Өйткені бұл компания круиздің саяхаттаудан емес, бұл компания соған членство, соған мүше адамдардың ақшасын алумен ақша табады екен. Мысалға қараңыз, $295 айтады. 295 аласында барлық мировой бизнестің сен қолыңда болады, осылай деп. Мысалға сіз осыған тіркелдіңіз. Енді сіз осыдан ақша табу үшін немесе саяхаттау үшін, қараңыз, саяхаттау үшін сіз мысалға айына $100 салсаңыз, бір жылда $12,000, $1200 саласыз да. Енді сол бір жылдан кейін саяхаттағыңыз келеді, сіздің счетыңызда $1200 бар ғой. Примерно 500-600 мың теңге. Енді соны саяхаттайын десеңіз, сіз тек қана келісімшарт бойынша сіз тек қана 60%, мысалы 12 платежден кейін 60%-ін ғана сіз пайдалана аласыз. Сонда сіз $1200 саласыз, бірақ сіз $600 тек саяхаттай аласыз. Енді соның барлықтың пайдалану үшін, 100% пайдалану үшін сіз 50 ай бойы салуыңыз керек. Осыған 50 ай дегеніңіз 50 ай примерно 4-5 жыл саласыз. 4-5 жылдан кейін полный 100% пайдаланасыз. Оған дейін өзіңіздің ақшаңыз өзіңіздікі емес. Ал енді осыдан жаңа айтады ғой, простой членство бар $100. Егер бизнес жаңағы сіз рекламировать ететін болсаңыз, сіз тағы $195 төлейсіз. Сол кезде барлық инструменттерге сіздің қолыңызда болады. Бірақ мен бұған келісе алмаймын, өйткені енді бір алдау болып саналады. Бұны біле тұра туыстарымды, таныстарымды осындайға кіргізетін болсам, мен ойымша дұрыс емес. Әркім әрине сонда бұны жасап жүрген бизнесмендер өздері біледі, әркім адамның өзінің принциптері болады. Сол себептен де міне қараңыз, бұл жақта маркетинг өздерінің вознаграждениесі бар. Мысалы, ең бірінші міне маркетинг директор дейді. Сіз егер 30 адамды қоссаңыз, оборот мысалға 30 адам $100 төлейтін болса, қарапайым $3000 оборот, сізге барады, осылардың ақшасын аласыз, сіз соны $600 алады деп тұр мықты. Осылай кете береді. Мысалға $100 адам тіркедіңіз ба, мысалға $10,000 оборот жасайсыз, бірақ сіз $2000 аласыз. Қалған $8000 компанияға кетеді, бұл компания дальше солай жүре береді. Өздері мысалға алдап мындай жерге директор болған сайын әрі өздерін сағат береді, тағы да басқа бір алдайтын заттар беріп қояды. Ол мен сол мәз болып жүре береді. Ал мен өзімнің таныстарымды, өзімді алдай алмаймын, өйткені оданша өзім ақшаны жинап, соны бара салмаймын ба кез келген уақытта. Дұрыс, өзінің ақша жинау қиын, бірақ мынаны да төлеу оңай емес, ай сайын $100. И тағы мынандай ақпарат бар, $100 кейбір айларды төлемей қалсаңыз, онда күйіп кетуі де мүмкіндігі бар, оған жауап бермейміз деген сияқты. Тағы да ақпараттар интернетте бар, қарап көрсеңіздер болады. Бұл менің личный мнением, және осыған байланысты өздеріңіз шешім қабылдарсыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Енді мен алып бара жатқан мықты ютубер емеспін, бірақ енді өзіме ыңғайлы мәтінде өзім сіздерге солай таныстырдым. Сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер.